Сәлем достар, менің каналыма подписация етуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бір күшті лайфхак айтқым келіп тұр сіздерге, және де соны көрсеткім келіп тұр. Мысалы, сізде әртүрлі обертка для шоколада бар, сіз оған осындай сурет қойғыңыз келеді. Қазір сол жайында мен сіздерге үйрететін боламын. Мысалы, сіз тойбастармен айналысатын болсаңыз, сізге заказ келуі мүмкін, суреті бар, жаңағы бомбонерка керек деп. Сіз бомбонеркаға, жаңағы обертка для шоколадаға осындай суреттерді қоя аласыздар. Мен қазір сіздерге үйрететін боламын. Міне өзіңіздің шаблоныңызды аласыз, астында жазуларды көріп тұрсыздар ғой. Сол жерде PicsArt программасы бұл, инструменті дегенге басасыз. PicsArt программасына кіріп, өз шаблоныңызды енгізесіз. Енгізіп болғаннан кейін инструменті деп тұр астында, соған басасыздар. Міне осылай басқаннан кейін выбрать деп тұрады. Выбрать дегенге басып, төртбұрышты немесе овалды таңдайсыз. Маған овал керек. Овал деген жаңағы домалақ. Домалақты таңдайсыз. Примерно размерін келтіріп аласыз. Өзіңізге ыңғайлы размерін үлкендеу қылсаңыз болады, кішіректеу қылсаңыз болады. Енді төбесінде выразетқа басасыз да, міне X-қа баса саласыз. Болды, осы домалақ жерін кесіп тастадық, и ортасы пинг форматына айналды. Енді ортасына суретті қою үшін рисовайтты таңдайсыздар. Рисовайттың ішінде добавить фото деген бар. Соның ішінен өзіңіздің фотоңызды таңдап аласыз. Или заказ берушінің фотосын. Мен қазір өзімнің суретімді қоямын. Біреудің суретін алғанша өзімнің суретімді қойып көрсететін боламын. Размерін примерно келтіріп аласыз. Кішірейтесіз бе, үлкейтесіз бе, созасыз ба, өзіңіз көресіз. Полный рост сурет болса тіпті жақсы болушы еді. Мысалы, қазақша көйлекпен, мысалы, айдына, мысалы, сырға салу, немесе қыз ұзату деп әдемі етіп, мысалы, фотосессиядан арналған сурет болсын, немесе өзіңіздің әжеңіздің суреті болсын, мамаңыздың суреті болсын, любой суретті осылай қоя аласыз. Примерно размерін келтіріп алдым. Төбесіндегі екі төртбұрыштыға басып, астыңғы суретті жоғарғы қарай палецтің көмегімен жай көтере саламын. Болды. Міне біздің суретіміз дайын. Мысалы, енді осыған қазір астына тексті астына жазатын боламыз. Сіздер де жаңағы осы видеоны қарай отыра, бомбонерка болсын, басқа бомбонерка болсын, шоколадка для обертки болсын, тақында бір әртүрлі өзіңіз осындай суретті қоя аласыз. Сол үшін айтқандай, мен видеомды мұқият қарасаңыздар, мен әр видеода әртүрлі фишкаларды айтамын. Міне астындағы коронасы бар шрифті таңдамаңыздар. Коронасы бар шрифті таңдасаңыздар, сіздің шаблоныңыз сақталмайды және запись экрана да жасалынбайды. Сол үшін астында коронасы жоқ шаблондар таңдаңыздар. Және де стикер таңдаған кезде де PicsArt'ың ішінде коронасы жоқ стикер таңдаңыздар. Сол кезде сіздің шаблоныңыз сақталады. Енді қазір астында цветті таңдаймыз. Цветті қазір көк қыламын, және обводкасын мен всегда обводкасын обязательно жасаймын. Өйткені обводканы жасасаңыздар, шаблоныңыздағы жазу ярче, күшті көрініп тұрады. Мына жерге мен жылтыр түспен жазғым келіп кетті. Сол үшін цветке кіремін, текстураға басамын. Текстураға басып, галереямдағы фотоны таңдаймын өзімнің. Не таңдап алдым. Енді қазір обводкасын дұрыстаймын. Менде специальный видео бар, жазудың түсін жылтыр түспен жазу жайында, текстурасын өзгерту жайында видео бар. Обязательно менің каналымды қараңыздар. Міне қазір екінші жолын көрсетейін. Мысалы, домалақ сурет емес, төртбұрышты сурет қойғыңыз келсе, онда сізге инструментіға кіресіз, выбрать дегенді басасыз. Міне инструменті выбрать дегенге басасыз да, міне ең бірінші төртбұрыштысын басасыз. Сол кезде размерін келтіріп, өзіңізге ыңғайлысын, мысалы, выразить деп жазасыз, болды, алып тастайсыз сол суретіңізді. Міне осылай. Міне жай ғана X-қа баса саласыз. Болды, осының ішіне сіз әдемі бір сурет енгізсеңіз болады. Жаңағы айтқандай, дәл осы нені сіз бомбонеркаға да жасай аласыз. Міне мен сіздерге бір күшті лайфхак айттым. Енді осындай әртүрлі бомбонеркаларды сіздер де жасай аласыздар. Міне осылай примерно фотоны қойсаңыздар да болады. Мен видеом ұнаса лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Всем пока!